Бауыржан мен Василий арасындағы достық бекіген соң, екі отбасының арасы да біртіндеп жақындай түсті. Алдымен Гончаровтар отбасы қазақ көршілерін өз үйлеріне қонаққа шақырды. Бұл шақыру қазақтар үшін де, орыстар үшін де бір-бірінің мәдениетін тереңірек түсінуге мүмкіндік болды. Бірінші қонақтықта Бауыржандар Гончаровтардың үйіне кіргенде, құдды басқа бір өмірге аяқ басқандай әсер алды. Үй іші өте таза, жинақы, әр зат өз орнында тұр. Тіпті пештің жанындағы ағаштардың өзі бір өлшеммен кесілгендей көрінді. Үйдің ішінен жаңа піскен нанның, қызылша сорпасының иісі шығып тұрды. Кузьманың әйелі қонақтарды жылы шыраймен қарсы алып, дастарханға шақырды. Олар өздерінің орыс тұрмысына тән тағамдарын қойды. Қытырлақ қара нан, қышқыл алма қосылған салат, пеште баяу піскен құсты ұсынды. Дастархан басында әңгіме бірден өрбіді. Кузьма Гончаров өз шаруашылығы, егін туралы, орыс жеріндегі әдет-ғұрыптар жайлы айтып берді. Әңгіме арасында Бауыржанның әкесі қазақтың мал сою дәстүрін, қыста қалай дайындалатынын, жазда жайлауға көшетінін баяндады. Енді кезек қазақтарға келгенде, Бауыржанның отбасы да еш кем қалмай, үлкен құрметпен қонақ шақырды. Қазақ үйіне келген Гончаровтар алдымен кеңдікпен жылы атмосфераны сезінді. Үйдің төрінде жайнатып дастархан жайылыпты, қымыздың хош иісі, жаңа піскен бауырсақ, кілегей, құрт, ірімшік бәрі өз орнымен қойылған. Үйдің ішінен самауырдың сылдыры естіліп, бір әдемі ауыл ырғақтарын еске салды. Қазақтар қонақтарын жай отырғызбай, көңілдерін көтеру үшін әңгіме дүкен құрып, әзіл айтып, ауылда болған оқиғаларды жеткізді. Бауыржанның әкесі Кузьмаға қымыздың қалай ашытылатынын түсіндірсе, анасы қонақтарға ұлттық тағамдардың дәмін татқызды. Кузьма алғаш рет қымыз ішкенде таңғалып, қышқыл әрі сергітетін дәмі ұнап қалғанын жасырмады. Василий мен Бауыржанның достығы туралы сөз шыққанда, екі әкенің жүзі жылып, олар балалардың адамды біріктіретінін мойындады. Осы қонақтықта Кузьма алғаш рет Бауыржанды Киргизионок емес, өз атымен құрметпен Бауыржан деп атады. Бұл шағын, бірақ өте маңызды қадам болды. Одан кейін қонаққа шақыру дәстүрге айналғандай болды. Қазақтар орыстардың үйіне барған сайын жаңа нәрсе көріп, орыстар қазақ үйіне келген сайын қазақтардың кеңдігін, ақкөңілдігін сезінді.